Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 10-шы сынып қоғамдық гуманитарлы бағытына арналған номер 1, 3-ші тоқсандағы номер 1 металдар және бейметалдардың жалпы сипаттамасы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Бұл бізде бірінші нұсқа. Салыстыру кестесін толтыру керек. Бізде ең бірінші атом радиусы. Атом радиусы металдарда үлкен, бейметалдарда кішірек. Иондану энергиясы төмен металдарда, бейметалдарда жоғары. Электрондардың жақындығы металдарда төмен, бейметалдарда жоғары. Кристалл торлары металдарда металдық, бейметалдарда молекулалық, және атомдық болады. Химиялық рөл. Основном металдар тотықсыздандырғыштар. Тотықсыздандырғыш, бейметалдар тотықтырғыш. Келесі тапсырма түрлендіруді орындаңыз. Феррум 2O3-тен феррум хлоридін алу керек. Феррум 2O3 қосылған 6H хлор, феррум хлор 3 және 3H2O. Ары қарай феррум хлор 3-ке 3 аргентум NO3-ті қосайық. Феррум NO3 3 еселенген аргентум хлориді тұнба алдына 3 түседі. Келесі тапсырма. Феррум NO3 3 еселенгенге қосамыз натрий гидроксиді. Феррум OH3 қосылған. Феррум OH3 бізде тұнба және 3 натрий нитраты. Ары қарай феррум OH3-тен жоғары температурада аламыз феррум 2O3 және 3H2O. Теңестіреміз. Ары қарай мына жерде орындарын ашпасақ, маған түсініксіз. Оқушының жіберген тапсырмасы бұл. WhatsApp номерді қойып қойған. Түсінбеген жұбыларыңыз болса, осында жіберсеңіздер болады. Мен сіздерге талдап көрсетіп беремін. Енді ашылды. Бізде NH3-тен азотты алу керек. Азоттан 4NH3 қосылған 3O2 тең 2N2 және 6H2O. N2 қосылған O2 тең температура мына жерде бізде береді 2NO-ны. Енді 2NO қосылған O2 тең болады 2NO2. 4NO2 қосылған O2 қосылған 2H2O
Bize береді 4HNO3-ті. 8HNO3 қосылған 3 купрум, сонда купрум NO3 2 алдына 3 түседі, қосылған 2 NO газы қосылған 4H2O. Келесі тапсырма. Қышқыл формуласы табиғатта кездесуі. Бізде қышқылдың формуласы бұл жерде. Так, натрий HCO3. Натрий HCO3 1Б. Бұл қолданылады. Табиғатта кездесуі кермек суда. Былайынан алайын. Сонда 1Б және былай болып түседі. 2. Орта бізде кальций карбонаты. Кальций карбонаты бізде мрамор әктаста. Сонда 2А және 4 болады. Тағы да басқа тұсалайын. 3. негіздік бізде купрум OH2 және CO3 екеселенген. Бұл малахит. Сонда мына жерге 1 болады. 3 болады негіздік. Г және 1 болады. 4. Қос бұл калий, алюминий СО4 екеселенген. Бұл бізде кварц. Сонда 4 болады В және 3. Келесі тапсырма. Фотоға қараңыз дейді. Бұл құбылыстың себептері қандай? Түсіндіріңіз және формуласын құрыңыз. Так, себебі бұл енді қышқыл жаңбыр ғой. Қышқыл жаңбыр. Себебі ауаға күкірт және азот оксидтері. Так, оксидтерінің SO2 және NO2 бөлінуі. Түсіндіру дейді. Бұл газ, яғни газдар атмосферадағы сумен әрекеттесіп қышқыл түседі. Енді формуласын жазайық. Так, формуласын SO2 қосылған H2O H2 SO3-ті береді. Келесі 4NO2 қосылған 2H2O қосылған оттегі бізде береді азот қышқылын HNO3. Келесі тапсырма. Дұрыс тұжырымдамаларды белгілеңіз. Жүйке сигналдардың нашар берілуі жүрек жиырылуының аритмиясы ағзадағы калий тапшылығын көрсетеді. Так, дұрыс, true false. Бұл бізде дұрыс. Көмірсулар ағза үшін күкірт көзі болып табылады. Так, жоқ, бұл бұрыс тұжырым. Хром гемоглобинмен
миоглобиннің оттегі тасымалдаушыларының бөлігі болып табылады. Бұрыс. Бауыр, бүйрек, жаңғақ, шай сияқты тағамдар марганецке бай. Дұрыс. Йод триоксиннің бөлігі болып табылады. Энергияны пайдалану жылдамдығын реттейді. Бұл бізде 5. Дұрыс. Анемия, шаршау, апатия денедегі хлордың жетіспеушілігінен. Жоқ, болмайды. Жауабы бұрыс.